бір бүгін мерекелік күн. Жалпы біздің Шәмші ағамыз Қазақстанның символы болып кеткен. Менің Қазақстаным әніменен және көптеген 300-ге жуық әндерменен біздің Қазақстанның әрбір қазақстандықтың жүрегінде. Бұл кішкене кезімізден естіп осы әндерді өзіміздің мына өмірге деген құштарлығымызды, анаға деген, әкеге деген, жалпы отанға деген құштарлығымызды осы Шәмші ағаның әндеріменен біз тәрбиелендік. Сондықтан бүгінгі осы керемет нәрсе мына Түркістан облысының әкімшілігі, Өмірзақ аға, сіз үлкен рахмет сіздерге. Мына өнер адамдарының атынан, мәдениет және спорт министрлігінің атынан, жалпы қазақстандықтардың атынан осындай керемет нысанды ашып отырғандарыңызға, жыл бойы осы мәдениет, өнер саласында бүкіл республика бойынша көптеген онлайн шаралар өтіп жатыр. Енді мына індетке қарамастан онлайн болса да біздің енді Шәмші ағамыздың өнерін насихаттайтын тек қана бір күнде 15-ші тамызда 100-ден астам онлайн шаралар болайын деп жатыр. Біздің республикалық деңгейдегі өнер ошақтары, өңірлердегі өнер ошақтары бәрі бүгін ертең осы күндері жалпы жылдың соңына дейін Шәмші ағамызға арналған көптеген шаралар өткізіледі. Бұл енді қазір бастамасы ғана. Енді осы жылды биыл 90 жылын тойлап жатырмыз ғой. Осыған байланысты тағы да талай шаралар бізде ойластырылған. Оның ішінде бізде Түркістан қаласында музыка мектебі салынып жатыр. Оған да Шәмші Қалдаяқовтың атын береміз деп отырмыз. Ескерткішін қоямыз деп. Сондықтан мен ойлаймын, бұл тек қана бұл облысқа, бүкіл қазаққа ортақ біздің керемет талантты композиторымыз. Бұл ән жазу, музыка жазу деген Ақтоты Рахымтанды біледі, композитор өзі. Ол енді енемен құдық қазғандай өнер, ол енді жазушыларды айтып жатамыз, ақындайды, бірақ музыка ол енді өте сирек кездесетін талант. Тем более табиғи талант, Шәмші ағамыз сияқты. Мына өзі 40 жылдай творчествосында 300-ден астам туынды жасаған ағамыз. Ол Шәмші ағамыздың әнін білмейтін қазақ жоқ. Шәмші ағамыздың әні естілген кезде қай бір қазақ болсын жүрегі жадырап, жаңағы бірге ән салғысы келеді. Сондықтан біз оны бағалауымыз керек. Біз оны осындай мерейтойда емес, күнделікті өмірде насихаттауымыз керек. Өсіп келетін ұрпақты осы Шәмші ағамыздың өнеріне баулап, соған тәрбиелеуіміз керек. Арамыздан сондай таланттар шыға берсін.